Көкөністер салата. Сәлем достар, бүгінгі видеода көкөністер салатын жасайтын боламыз. Қысқа дайындық салаты икра. Көкөністердің нақты құрамын тазартылған күйінде описание бөліміне жазып қалдырамын. Көкөністерімізді төртбұрышты етіп турап аламыз. Байылдымызды тұздап 10 минутқа қалдырамыз. Табамызды отқа қойып, сұйық майымызды қыздырып, көкөністерімізді жеке-жеке қуыратын боламыз. 200 грамм сұйық майымызды қажетінше әр көкөністі жеке-жеке қуырғанда бөліп құямыз. Қызып тұрған майда сәбізімізді қуырып аламыз. Қазанымыздағы қызып тұрған майымызға байылдымызды мұқият қуыратын боламыз. Жеке-жеке қуырылған көкөністерімізді қуырылып жатқан байылдымыздың үстіне салып отыратын боламыз. Барлық көкөністерімізді бір келкі етіп төртбұрыштылеп турап алғанымыз дұрыс. Ақ пиязымызды қуырып, байылдыменен сәбіздің үстіне салып, мұқият араластырамыз. Түбіне жабысып қалмау керек. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Болгар бұрышын қажетінше сұйық май құйып, 5 минутқа қуырып аламыз. Көкөністерімізді түгелдей қуырып, барлығын біріктіріп, үстіне шекерімізді саламыз және қызанақ пастасын құямыз. Достар, тұзды, дәмдеуіштерді татымына қарай өздеріңізге ұнағанын саласыздар. Салатымызды дайындау үшін ыдысымыз кең болу керек. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан мен 2 бөлікке бөліп, араластырып, қайнатуды жалғастырдым. Салатымыздың дайын болу уақыты қуырылғаннан кейін 50 минут. Дайын болуға жақын қалғанда сарымсағымызбенен лавр жапырағын, хунели-сунели приправамызды және қара бұрышымызды салып араластырамыз. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мен өзімнің каналымда дәмді, пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Салатымызға қалаған көкөністеріңізді салсаңыздар болады. Мен 40 грамм ақжелтен көкөнісын салдым. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай салатымыздың түсі де, дәмі де өте тамаша. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды. Салатымыз дайын. Банкаларымызды 15 минутқа булап, залалсыздандырып алып, 5 минут қақпағымызды қайнатып аламыз. Және салатымызды банкеге құйып, қақпағымызға бір тамшы уксус тамызамыз. Мінекей достар, жақсылап жабылған салатымызды аударып, айналдырып, тексеріп көресіздер. Сіздермен болған Қарлығаш.